Ассалаумағалейкум достар, бүгін сіздермен ташкентский плов, яғни шашпа плов істейтін боламыз. Ол үшін достар 1 килограммға 350-400 граммнан май құйып алатын боламыз. Және қызып тұрған майымызға бір бүтін пиязымызды салып, қап-қарап қуырып алсақ, кез келген майдың иісін алатын болады достар. Одан кейін етімізді салып, етімізді міндетті түрде қызартып қуырып аламыз. Одан кейін барып тұзымызды, зірамызды және пиязымызды салатын боламыз. Пиязымыз достар 1 килограммға 100 граммнан салсаңыз жеткілікті. Әдемілеп пияз бен етті 10-15 минут қуырып алатын боламыз. 15 минуттан кейін бірінші болып сары морковты саламыз достар. Сары морков өйткені өзінен аз суық шығарады және өз формасын сақтап тұрады, езіліп кетпейді піскен кезде. Сол үшін сары морковты бірінші саламыз, үстіне қызыл сәбізімізді салатын боламыз. Қызыл сәбіздің тұзын, зірәсін береміз. И ноқат салатын боламыз. Ноқатымыз 1 килограммға 100 граммнан салсаңыз жеткілікті. Су құятын боламыз. Суға енді әртүрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. И су құйған кезде де су морковтың астында тұрады. Қараңыздаршы міне. Су морковтың астында тұрады. Қазір қатты бір қайнап шыққаннан кейін сәбізбен су теңеседі, яғни суымыз қатты бір қайнап шыққанға дейін күтетін боламыз достар. Міне қатты бір қайнап шыққаннан кейін ең аз отта 1 сағат қайнататын боламыз достар. Ең аз отта 1 сағат қайнататын боламыз. Крышкасын жауып қоямыз міндетті түрде. Оған дейін біз күрішімізді суға саламыз достар. Күрішімізді жібітетін боламыз. Бізде лазер. Күрішті суға жібіткен кезде 60 пен 80 градус арасындағы жылы су. Міне мына жерге мен сіздерге нақты кітаптан алып қойып қойдым. Бір рет әдемілеп шайып алатын боламыз. Оны төгіп тастаймыз. Екіншісінде тура сондай бір рет шайып аламыз суға. Жылы суға міндетті түрде көріңіздер, өзінің крахмалы шығады, кірі шығады, міне қарап отырсаңыздар. И бұны төгіп тастаймыз да, и толтырып 1 сағат суда тұрады осылай. Толтырып су құйып қоямыз, и 1 сағат суда тұрады достар. Осындай мына жерге рис туралы мен сіздерге көрсетіп кеттім. И үзімді достар міндетті түрде жуыңыздар, әйтпесе өте жаман кір шығады үзімнен, көрдіңіздер ғой. Міне, үзімде де күрішті салудан адын үзіміңізді сал жеріз. 1 килограммға 100 граммнан үзім салсаңыз жеткілікті. Міне, біздің рисіміз 1 сағат суда тұрған достар. Мынау суда тұрмаған күріш, мынау суда тұрған күріш. Көрдіңіздер ме? Екінің разницасы қандай? Яғни күрішті міндетті түрде суға салып қою керек. Оны барлығымен сіздерге кітаптан алып, скриншот жасап, сол жерге қойып қойдым. Қазір сол жерден көрсеңіздер болады. Міне қараңыздар, қандай разница бар. Байқап отырсыздар ғой, бұл суын барлығын төгіп тастаймыз да. И қайнап тұрған қазанымызға саламыз достар. Енді міндетті түрде тұзыны көріңіздер және күрішті салудан алып міндетті түрде отты жоғары қойыңыздар. Яғни су қатты қайнап тұру керек. Су қатты қайнамаса күрішіңіз жабысып қалады бір-біріне достар. Күріштің міндетті түрде тұзыны саламыз және зірәсіне саламыз достар. И күріштің шет жағын кішкене орта жаққа тартып қоямыз. Өйткені күріштің шет жағында су жоқ, көріп отырсыздар, иә міне. И бұл толыққанды 60-70%, күріштің 60-70% бумен піседі, көрдіңіздер ғой. Оны сіздерге қазір мына видеода толыққанды көрсететін болам. И міндетті түрде крышкасын жауып қоямыз және 10-15 минут жоғары отта тұрады достар. Енді бұл жерде айтылып кететін жай, міндетті түрде шара жабыңыздар. Шара жапқаннан кейін үстінен қатты басылады, өйткені бу шығып кетпеу керек. Қараңыздар, бұл жерде 60-70% күріш бумен пісетін болады. Міне қараңыздар, мынау қазаннан шыққан бу шарадан айналады да қайтадан күрішке түседі. И күріш толыққанды сонда бумен пісетін болады достар. Мен сіздерге қазір 15 минуттан кейін шарамызды ашып көрсететін болам достар. Қараңыздар міне. Күріштің 60-70%-на су тимейді. Бумен пісетін болады. Бумен, тек қана бумен. Яғни бұл ташкентский плов, шашпа плов дейді бізде бұны. Міне достар, өте керемет от қайнап тұр. Бұны міне 10-15 минуттан кейін міндетті түрде ашамыз және отыны азайтатын боламыз. Міне, мына ортадағы күрішке вообще су тимеген, көрдіңіздер ме? Айтып отырмын ғой, ташкентский пловдың, яғни шашпа пловдың 60-70% бумен піседі деп жатыр. Міне қараңыздаршы. Мына күрішке вообще су тимеген. Міне, пожалуйста, міне сіздерге жақыннан да көрсете берейін. Бірақ күріш толыққанды пісіп жатыр. Көрдіңіздер, енді бұны толыққанды араластырамыз міндетті түрде. Міне қараңыздар, міндетті түрде ала болып қалмау керек. Барлығыны әдемілеп араластырып аламыз да ортаға жинаймыз барлығыны. Кішігірім міне су барлық жоғын тексереміз да. Крышкасын жауып қайтадан 20 минут ақырын отқа қоямыз. 20 минуттан кейін қайтадан күрішімізді ашып, қайтадан тек қана күрішті араластырамыз. Бұл жерде барынша морковтарды араластырып отырсыңыздар. Тек қана күрішті араластырып, барлық күрішті ортаға жинаймыз енді. Таудай қылып ортаға жинаймыз да. Шарамызды жауып, үстінен басып, бұлар толыққанды шығып кетпеу үшін шет жағына пакет жауып қойсаңыздар болады. Ең аз отта тұрады. Жарты сағат осылай ең аз отта тұрады. Міне жарты сағаттан кейін дайын болған түрі мен сіздерге міне жақыннан көрсетем. Ешқандай ала болып қалған емес. Бұл жерде күріш көріңіздер ме, бәрі толыққанды пісіп тұр міне. Қараңыздар. Сіздерге нақты кез келген жерінен алып көрсете беремін. Ешқандай күріш бір-біріне жабыспау керек бұл жерде. Яғни бұл ташкентский плов, шашпа плов. Бізде бұны шашпа плов дейді. Міне қараңыздаршы достар. Өте керемет. Бұның майы да